Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 116 сабақ сын есім. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сын есім. Біз бұл тақырыптан берілген сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырамыз. Қатені тауып, оны түзеп жазамыз. 51-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Асау өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатар жарқырап, алды дала бір түлеп. Сын есімдерді тап, оларға сұрақ қой. Сын есімнің қай сөз табымен байланысып тұрғанын тап. Сын есімдер асау, қандай деген сұраққа жауап береді. Өзен деген зат есіммен байланысып тұр. Асқар, бұл да қандай деген сұраққа жауап береді. Тау деген зат есіммен байланысып тұр. Келесі 52-ші жаттығу. Суреттерге қарап, онда нелер бейнеленгенін айт. Суретте бізге алмұрт, лимон, сәбіз, құлпынай және шие берілген. Суреттегі заттардың белгілерін ата. Көлемін, түсін, пішінін, дәмін. Алмұрт, сопақ, жасыл, тәтті. Лимон, сопақ, сары, қышқыл. Сәбіз, ұзын, қою сары, қатты, дәмді. Құлпынай, сопақша, қызыл, жұмсақ, тәтті. Шие, домалақ, қызғылт, тәтті. Өзің қалаған бір сурет бойынша сипаттау мәтінін құрастырып жаз. Сын есімнің астын сыз. Біз берілген суреттердің ішінен құлпынай туралы жазсақ. Құлпынайдың пішіні сопақша, қызғылт түсті болып келеді. Дәмі тәтті, кейбірі қышқыл келеді. Әбден піскен уақытында дәмі ерекше тәтті болады. Сын есімдер сопақша, қызғылт, тәтті, қышқыл және ерекше. Келесі 53-ші жаттығу. Сын есімдер қатарын тап. Бұл жерде сын есімдер қатары терең, жарық, қызыл, қою. Себебі барлығы да қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі 54-ші жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп көшіріп жаз. Үшкір тұмсық сұр шымшық, сордан ұшты құрт шымшып. Сын есімдерді тап. Сын есімдер үшкір және сұр. Екеуі де қандай деген сұраққа жауап береді.